Армысыздар неге каналын тамашалаушылар, сіздердің назарларыңызға бүгінгі ұсынатын әңгімеміз ұшатын табақша туралы болмақ. Ендеше құлақтарыңыз менде болсын. Неге каналына подписаться етіп, лайк басуды ұмытпайық. Адамзат ежелден бері өзінен басқа саналы тіршілік иелерінің бар екендігіне сенген және соған дәлелдер табуға тырысып келеді. Ұшатын тәрелкелердің сипаттамасы ежелгі үнді жазбаларында көптеп кездеседі. Ал қазір ол туралы айтпасақ та болады. Себебі теледидарды қоссаң, ғаламторға кірсең, әңгіменің барлығы осы өзге ғаламшарлықтар туралы болмақ. Осыдан бірнеше жыл бұрын Пентагон белгісіз ұшатын нысандар бейнеленген бейнероликтерді жариялағанда өзге ғаламшарлықтар тақырыбы қайта жанданды. Кейбір ақш барлау қызметкерлері үкімет олар туралы шындықты жұртшылықтан құпия ұстайды деп санайды. Сонымен белгісіз ұшатын нысандар туралы ғылым не дейді? Өзге ғаламшарлықтар кемесі деп жарияланған алғашқы фотосуреттерді тамашалауларыңызға болады. Бұл кеменің суреттерін жариялаған бірінші адам Швейцария азаматы Билли Мейер болды. Ол 1970 жылдары өзге ғаламшарлықтармен байланыста болғанын айтқан. Билли оларды алғаш рет 5 жасында көрген екен. 1976 жылы Билли Мейер көрсеткен фотосуреттер ақш әскери әуе күштерінің бұрынғы ұшқышы Уэндell Стивенстің 1979 жылғы кітабында, кейінірек ақштың The X-Files ғылыми фантастикалық бағдарламасының жарнамасында пайда болды. Суреттер бұлыңғыр, оның бетінде қалқымалы пішінді металл дақ бейнеленген. Сондықтан уфологтар бұл суреттерге күмәнмен қарайды. Әзірге фотосуреттердің шынайы немесе жалған екендігі туралы нақты қорытынды жасалған жоқ. Белгісіз аспан денелері. Ғалам шексіз, ондағы жұлдыздар мен планеталарының саны да шексіз. Олардың кейбіреулері телескоппен анықталып, адамзаттың белгісіз нысандарды зерттеуге деген қызығушылығын оятады. 2017 жылдың 19 қазанында канадалық астрофизик Роберт Верик Гавайидегі Халиакала обсерваториясында телескоп арқылы жерден 33 миллион шақырым қашықтықтағы нысанның өткенін анықтады. Ол Оумуамуа деп аталады. Оумуамуа ұзындығы шамамен 100 000 метр және ені 35-167 метрге дейінгі аспан денесі. 2019 жылдың шілдесінде астрономдар Оумуамуа табиғи нысан болуы мүмкін деген қорытындыға келді. Кейбіреулер оны бейтаныс технологияның өнімі деп санайды. Бірақ екінші ойды дәлелдейтін жеткілікті деректер табылмады. 2021 жылдың наурызында Оумуамуа Плутонға ұқсас күн жүйесінен тыс планета болуы мүмкін деген болжам жасалды. Оумуамуаға ұқсас тағы бір белгісіз нысан 2019 жылдың 30 тамызында табылды. Мұны орыс астрономы Геннадий Владимирович Борисов ашқан және оған 21 Борисова деген ат берілген. Пентагон белгісіз ұшатын объектілерді көрсететін видеоға түсініктеме берді. Белгісіз ұшатын нысандарға қатысты күдіктерді қайта тудырған оқиғалардың бірі 2020 жылдың сәуір айында Пентагон веб-сайтында жарияланған белгісіз ұшатын нысандар бейнелері бар 3 бейне болды. Бейне жазбалар 2014 және 2015 жылдары түсірілген және олардың шынайылығын ақш әскери теңіз күштері растаған. ақш үкіметінің көптен күткен мәлімдемесі 2021 жылдың маусымында жарияланды. Олардың айтуынша, видеода бейнеленген заттардың нақты не екені белгісіз. Мәлімдемеде белгісіз нысанның құс, ұшқышсыз ұшақ, ақш үкіметінің немесе жеке ұйымның жаңа әзірлемелері, мұздың бір бөлігі сияқты атмосфералық оқиға, немесе шетелдік бәсекелестер қолданатын технология сияқты қарапайым ұшатын нысан болуы мүмкін екендігі айтылған. Пентагон сайтында белгісіз ұшатын нысандар жарияланды. Оқиғадан кейін Пентагон 2021 жылдың тамызында белгісіз ұшатын нысандарды зерттеу үшін белгісіз әуе құбылыстары жөніндегі жұмыс тобын құрды. Есепке сәйкес, кейінгі 20 жылда Пентагон жариялаған видеоға ұқсас 144 зерттелмеген оқиға орын алған. ақш ұшқыштары өзге ғаламшарлықтарды көрген. Уфологтардың пайымдауынша, Америка құрама штаттары өзге ғаламшарлықтар туралы дәлелдерді құпия ұстайды.
Сондықтан да Америка қоғамы бірнеше жылдан бері үкіметтен шындықты талап етіп, түрлі мәлімдемелер жасап келеді. ақш-тың бұрынғы президенттерінің өзге ғаламшарлықтарға қатынасы туралы сөз етпекпіз. Белгісіз ұшатын нысандар туралы пікірлер ақш-тағы сайлау науқанында айналып өтпеді. Мысалы, Хиллари Клинтонның сайлау алды науқанының менеджері Джон Подеста жағдайды пайдаланып, америкалықтардың бұл тақырыпқа қызығушылық танытқанын жақсы білген. Ол сайлаушыларға, егер Клинтон сайланса, үкімет шетелдіктер туралы құпия есептерді жариялайды деп уәде берді. Массачусетс штатында суретке түскен белгісіз нысандар 1952 жылда қылаң берді. Дональд Трамп Америка құрама штаттарын басқарған кезде өзге ғаламшарлықтар туралы білгендерін тіпті отбасына да айтпайтынын мәлімдеді. Мен өзге ғаламшарлықтар туралы білетінімді айтпаймын, бірақ олар өте қызықты, деді Трамп. ақш-тың 44-ші президенті Барак Обама журналистерге үкіметте белгісіз ұшатын объектілерді немесе ғарыш аппараттарын зерттейтін зертхана жоқ екенін айтты. Бірақ бұл мәселеге қатысты өзінің жеке көзқарасын жасырмады. Аспанда кейбір заттар мен іздер бар екені рас, бірақ олардың қалай қозғалғанын, траекториясын түсіндіре алмаймыз. Бірақ адамдар әлі де көбірек білуге тырысуда, деді ол өз сөзінде. Кейбір ақш барлау қызметкерлері анықталмаған ұшатын нысандар туралы ақпаратты жұртшылыққа жария етуді артық деп санайды. Өзге ғаламшарлықтар іздейтін елдер. ақш-тың бұрынғы сенаторы Гарри Рид әлемде бұл тақырыпты зерттеп жатқан тағы бірнеше ел бар деп қалдырып кеткен. Қытай мен Ресейде анықталмаған ұшатын нысандар бойынша зерттеулер бар. Сондықтан біз де осы тақырыпты зерттеп жатқанымыз жақсы, деді ол 2019 жылғы Невада Newsmakers басылымына берген сұхбатында. Жалпы өзге ғаламшарлықтар бар ма, немесе біздің арамызда өмір сүруде ма, я болмаса тіптен оның барлығы бос әңгіме ма? Ол жөнінде құрметті тыңдармандар комментарийға қалдырып, лайк басып, ең бастысы подписаться кнопкасын басуды